Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін өте тез дайындалатын дәмді болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сары май, қант, грек жаңғағы, 2 жұмыртқа, ұн және қопсытқыш. Ерітілген сары майымыздың үстіне қант қосып, жақсылап біркелкі болғанша, қантымыз ерігенше венчикпен араластыратын боламыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Болғаннан кейін біздің ұнымыздың үстіне қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Кейін тестамызға құямыз. Барлығын шанышқымен жақсылап араластыратын боламыз, себебі венчиктің әлі жетпейді. Барлығын жақсылап араластырған соң үстіне грек жаңғағын құямыз. Осындай қоймалжың масса шығуы қажет. Енді барлығын жақсылап араластырып, кондитерлік қапшыққа барлығын саламыз. Кондитерлік қапшыққа салғаннан кейін барлығын дөңгелек етіп, астына пергамент төсеп, барлығын жасаймыз. Осы уақытта біздің духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста қызған духовкада 20-25 минут пісіреміз. Печеньелеріміз дайын болады. Олар өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.